Сәлем достар, біз бүгін Дастан сериалында Шолпанның рөлін сомдаған Ипек Қарапынар туралы айтамыз. Сондықтан лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Туынды Ипек Қарапынар 1984 жылы 1 қаңтарда Стамбулда дүниеге келген. Әкесінің есімі Ибрахим Қарапынар, анасының есімі Айши Йылмаз. Жұлдызнамасы Тауешкі, бойы 165 см. Ол Мимар-Синан бейнелеу өнері университетінің консерваториясында скрипка тарту мамандығы бойынша білім алған. Көптеген сериалда бой көрсеткен актриса алғаш рет Қашықтарды еске ал сериалына түскен. Одан кейін Кішкентай құпиялар сериалы арқылы көрермендерге кеңінен танылды. Телевизия әлеміндегі Ипек Қарапынар кейіннен Қымбатты еске ал, Көкжалдар мекені тұзақ, Олы шырмауық, Оралмайтын жылдар сияқты телехикаяларға түсті. Оралмайтын жылдар сериалының түсірілім алаңында аттан құлап белін сындырып ота жасатқан. Көпір сериалында маңызды дебют жасаған актриса кейіннен Устура Кемал сериалында Нихал, Сәттілік құсы сериалында Жансу, Сенің атыңды жаздым сериалында Лейла есімді кейіпкерлерді сомдады. Ол актрисалық өнерді бастаған кезде қиындықты жақсы көретіндіктен және қызғанышқа құмар болғандықтан осы мамандықты таңдағанын айтты. Ипек Қарапынар жаңа нәрселерді үйреніп, оны іс жүзінде қолдануды ұнатады. Сұхбатында тәжірибенің адамды дамытатынын, актерлік өнерді бастағанын және алда әлі ұзақ жол бар екенін еске салды. Махаббатқа сенесің бе деген сұраққа махаббатқа сенбеймін дей алмаймын деп мәлімдеген ол, махаббат туралы білетін және білмейтін көптеген сұрақтары бар екенін де жасырмады. Ол ана болғысы келетінін, ал ана болу сезімі толқынды және тыныш теңіз сияқты деп ойымен бөлісті. 2021 жылы ITV арнасы түсірген Дастан тарихи сериалында рөлін сомдады. Бұл сериал қазақ тілінде көрсетілгендіктен қазақ көрермендерінің жүрегінен жол тапты. Ақпарат ұнаса әдеттегідей лайк басуды, пікір жазуды және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.